Mini осы кілемді әкіп тұрмыз. Атаға да естімеміз. Алланың үйі деген атты. Біз Алланың құлы болғысын, Мұхаммедтің үмметі болғысын. Халық білсін, халық көрсін. Жастарымызға не сүрет берсін. Мына тас бауырлардың жүрегін жібітсін Алла. Мына тас құлақтардың құлағын ашсын Алла. Мына көрсе қыздардың көзін ашсын Алла. Тамақ десе жүгірет, мешіт десе келмейді. Қандай сұмдық. Тіл мұсылман не керек, дін мұсылман болмаса, тіл тазасы не керек, жүрек таза болмаса. Бұлар түгел мұнафиқ, адам емес. Қуанбаймын міне отырған. Мен осы ауылдың үлкенімін, асылымын. Кеп тұрғандарға емес, келмегендерге. Келген халықтан айналайын, бала шағасының елігін көрсін. Құрметтеңдер, атаның аруағын құрметтеңдер. Табанбайдың мешіті деген үлкен сөз. Бізде мешіті ыңғайланып 5-6 үйіміз, біздің мешітімізге 100 кісі сияды. Мешітіміз үлкен, өзіміздің мұнарамыз бар. Көрпеміз бойына қарап төселді. Бірақ дінге дегенде нашар. Жаңғыз сопиып намаз оқиым. Осы сілемінде бар ма? Жаңғыз күніне да, жаңғыз 2 уақыт азан шақырам. Ие, біздің тауықшықты деп айтады екен мені. Ақсақал ұмыс. Оққан адам емес. Аллаға құлшылық қылған адаммын. Өзіміз қызыл қолмен салдық. Тас құлақтарды, көрсе оқырдарды көретін болсын. Тас жүректерді жібітсін. Алла рахметсін. Имам Расулullah.